Ертеде кемпір мен жас жігіт өмір сүріпті. Күндердің бір күнінде жас жігіт «Қарным ашты» деген соң кемпір үйіндегі бар ұннан бауырсақ пісірем деп шешіпті. Алжыған кемпір үйінде ұн көп бола тұра бір-ақ штук бауырсақ пісіріпті. Терезенің алдында тұрған бауырсақ жас жігіт пен кемпірден қашып орманға кетеді. Сөйтіп алдынан қоян шығады. Бауырсақ, мен сені жейм. Қоян, мені жемеші, мен саған ертек айтып берем. Апамнан да қаштым, атам. Келесі күні әже тағы да бір штук бауырсақ пісіре береді екен. Өзі еще сана жоқ, терезенің алдына қоя береді екен да бұл. Сөйтіп тағы да қоян жеп қояды. Келесі күн тағы терезенің алдына қояды. Тағы да қоян жеп қояды ғой бұны. Сөйтіп келесі күн тағы қоян жеп қояды. Келесі күн тағы бауырсақ келе жатқанда... Жеп қоя береді ол мені. Мына қоян мені жеп шошқа болатын болды ғой. Бопты да ғой өзі. Бауырсақ сенен ол қалай жемейді ол? Сен кемел деген ең жоғары сүріпті, ең дәмді ұннан жасалған бауырсақсың ғой? Ой, сонда дәм көрейін. Мына шынымен дәмді ғой я. Бауырсақ жеген қалай кетті? Өлі туысқандарым жеп қойдым ба не? Бірақ шынымен дәмді екен.